Ай мектеп. Аға, маған көмектесіп жібересіз бе? Қане, көрейік. Мына тапсырманы қалай орындаймын? Буындардан адам аттарын құра. Дана, әр вагонында сөз жазылған пойызға қарашы. Бас әріптен басталған буынды көріп тұрсың ба? Иә, ай. Енді қалған вагондардағы буындардың әр қайсысын осы буынмен қосып оқысаң, адамның аттары шығады. Ай бар. Айдар. Айдос. Айдын. Айқын. Мұнда буындар шашылып берілген екен. Бас әріпті буын да екеу, сондықтан аздап ойлану керек. Еркін. Ермек. Нұрбек. Нұргүл. Нұрай. Ерлік. Тамаша! Сен көптеген адам аттарын құрастырдың. Олардың қалай жазылатынын байқадың ба? Иә, бас әріптен бастап жазылады екен. Аға, мен осындай бір пойызға мініп, бүкіл Қазақстанды аралағым келеді. Несі бар? Мінсек мінейік. Қане, қайда барғың келеді? Менің барлық жерге барғым келеді. Дана, картадан не байқадың? Картадағы Атырау, Жезқазған, Өскемен, Шымкент және тағы басқа қала аттары бас әріптен басталыпты. Иә, дұрыс байқадың. Барлық жер су аттары әрқашан бас әріптен бастап жазылады. Бәрінен де жайлаудағы атамызға барсақ қой, Ақтөс және Бөрібасар деген екі иті бар еді. Тайбурыл да үлкен арғымақ ат болған шығар. Аға, Ақтөс, Бөрібасар, Тайбурыл бәрі де бас әріптен бастап жазыла ма? Иә, үй хайуанаттары мен жануарларының аттары да бас әріптен бастап жазылады. Қайталайық. Бас әріппен жазылатын сөздер. Кісінің аты жөні бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Ермек, Ерлік, Нұргүл, Нұрай. Жер су аттары бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Алматы, Тараз, Ақтау, Семей. Үй хайуанаттар мен жануарлардың аттары да бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, Ақтөс, Бөрібасар, Тайбурыл.